Мен сіздерге ең қорқынышты ауру туралы айтайын ба? Бұл құтыру, ең қауіптісі адам бұл аурумен ауырып жатқанын білмей де қалады. Ал сезінген кезде бәрі кеш болады. Бұл вирус адамды небәрі 7 күн ішінде өлімге алып барады. Аурудың көзі құтырған жануы. Ол ит, мысық, түлкі, жарғанат, кірпі кез келгені болуы мүмкін. Егер ол сені тістеп алса, немесе сілекейі жараға түссе, вирус ағзаға еніп, жүйпе-жүйемен бірге миға жетеді. Сені тістеп алса басында ешқандай белгілер байқалмайды. Жаға жазылып кетеді. Бірақ вирус ішінге жасырынып, жұмысын жалғастыра береді. Бірнеше апта немесе ай өткен соң алғашқы белгілер пайда болады. Адамда бас ауруы, мазасыздық, жүрек айну, ашуланшақтық, әсіресе судан қорқу басталады. Жай ғана су дыбысы шықса, адам шошиды, іше алмайды. Осыдан соң денесі тартылып, көзі қарауытып, сілекей бөлініп, галлюцинация көреді. Бұл кезеңге дейін ешқандай белгі байқалмайды, ал бұл кезең байқалғаннан кейін ешқандай ем көмектеспейді. Адам бір апта ішінде вирус бүкіл денесіне тарап, жүйке жүйесінің толық істен шығуынан көз жұмады. Сондықтан егер сізді ит немесе басқа жануар тістесе, еш ойланбастан дереу медициналық көмекке жүгіну керек. Алғашқы 3 күн ең маңыздысы. Вакцинация дәл уақытында жасалса, адам толық жазылады. Ал кешіксем, вирус жеңеді. Бұл видеоны бөліс, пікір қалдыр.